абайлаңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Ең соңғы жаңалықтарды қошқардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписациядан баларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. 1 шілдеден бастап Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне түзетулер заңды күшіне енді. қр ИИМ әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Ақмарал Серікбаева зорлық-зомбылық заңнамасындағы өзгерістер жайлы айтты. 2022 жылдың қыркүйегінде президент Қазақстан халқына жолдауында тұрмыстық зорлық-зомбылық жасау фактілері үшін жауапкершілікті қатаңдату жөніндегі тапсырма берген болатын. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, жәбірленушілер өміріне немесе денсаулығына қауіп төнгенде полицияға жүгінеді, ал полиция қызметкерлері келгенде агрессорларға арыз жазудан бас тартады. Көбінесе полиция кеткеннен соң отбасындағы жанжал әрі қарай ушығып, кейде бұл ауыр зардаптарға әкеліп соғады. Осыған байланысты енді тұрмыстық жанжал туралы хабарлама түскенде полицейлер сол жерден болған оқиғаға құқықтық баға береді. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.